Саламатсыздар ма? 27 тоғыздың бірінші есебі. Өзек осі бойымен нақтыланған қандай күш нәсілерінен 15 оның 7 дәрежесі ньютон бөлінген метр квадрат кернеу туындайды. Өзек диаметрі 40 см дейді. Яғни 27 тоғыздың бірінші есебі. Берілгені сигма метрге тең диаметр берілген сантиметр. Табу керек күшті. КБЖ. Так, 0,4 оның 18 дәрежесінде метр. Шешуі. Сигма F бөлінген S. Одан аудан пи R квадрат. R дегеніміз диаметрді 2-ге бөлінген тең. Яғни F табатын болсақ, сигма көбейтілген S болады. S-ті мәндерін қоятын болсақ, яғни пи D квадрат бөлінген 4 болады. Так, квадраттаймыз R-ін орнатынан апарып. Яғни сигмамыз 2π. Мына жерде пи R квадрат, 2π D квадрат бөлінген 4. Яғни бұл деген сөз мәндерін қоятын болсақ, сигманың 15 көбейту 10 7 дәрежесінде ньютон бөлінген метр. Көбейтемін 3,14-ге. Так, мына жерде D квадрат деген 0,4 10 минус 2 дәрежесінде квадраттаймын, бөлемін 4-ге. Бұл тең болады 1,884 көбейту 10 3 дәрежесінде ньютон. Бұл тең болады жоқта 1,9 килоньютонға. Екінші есебі. Екінші есебінде биіктік берілген h 20 метр. Кірпіш қабырғаның табандағы кернеу анықтаңдар дейді. Бөлімде кірпіштің биіктігі бірдей бола ма дейді. Яғни кірпіштің тығыздығын жазамыз таблицадан. Табу керек сигма. Шешуі. Білеміз біздің сигмамыздың формуласы күш бөлінген ауданға тең. Бұдан күш mg, мынауымыз пи r квадрат. Бұдан тең болады mg пи r квадратқа d квадрат бөлінген 4 болады. Так, бұл деген сөз 4mg, 4 бөлшектің алдына шығады, пи d квадрат деген сөз. Орнына қойып есептейміз. 4 массаның орнына ро көбейтілген көлем g бөлінген пи d квадрат. Мәндерін апарып қоямыз. Мәндерінен бұрын ары тағы форманы қорытатын болсақ, көлемнің формасы аудан көбейтілген биіктік. Соны апарып қоямын. Көлем орнына мына форманы апарып қоямын. Пи d квадрат. Тең болады. Так. Енді мәндерін апарып қоятын болсақ, s деген пи r квадрат формула бойынша. Оның ро s-дің орнына пи r квадрат. G көбейтілген h қой. Осыдан пи d квадрат, яғни e квадраттың орнына жаңағы диаметрді 2-ге бөлінген тең болады. Онда диаметр квадратынан бөліміне 4 түседі. Пи d квадрат, мына жер g көбейтілген h болады. Бұдан не шығады? Бұдан 4 пен 4 қысқарып кетеді. Пи d квадрат пен пи d квадрат қысқарады. Сонда ро g көбейтілген h қалады. Орындығына апарып қойып табыстырамыз. Сигма ро 1800, g 10-ға тең, биіктігі 20-ға тең. Бұл тең болады. Жалпы 36 көбейту 10-ның 4 дәрежесінде паскаль. Ал біз оны жауап деп сұрайтын болсақ, бір бүтін алға қарай жылжытатын болсақ, 10-ның 5 дәрежесінде паскаль болады. Жауабы шықты. Енді 27 жаттығудың 3-ші есебі. Берілгені. Ұзындық 4 метр. Аудан 20 мм квадрат. Сигма 1,1 10-ның минус 8 дәрежесінде ньютон бөлінген метр квадрат. Және иондық модулі 100 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесінде. Өлшем бірлей берілген. Так, табу керек эпсилоны және f күшін. Так, бұл жерде эпсилон деп отырғанымыз сым массасын ескермеуге болады. Салыстырмалы ұзаруы эпсилон дегеніміз және f деген жаңағы күші. Деформация пайда болу үшін жүктемесі қандай болу керек дейді. Так, мына біз иондық модулін кестеден алдық. Жездің иондық модулі кестеде дайын тұр. Соны алыстыр. Енді шешуі. Так, КБЖ 20 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесінде метр квадрат болады. Қалған бәрі айналып қалған. Ал енді шығару жолы. Белгілі өзімізге бірінші алғашқы жеңіл формадан бастаймыз. Қай есеп шығару барысында жеңіл формадан бастаймыз. Сол кезде әрі өзіңіз формуланы меңгеріп отырасыз, әрі соған байланысты формуларын бәрін есеп шығарып жеңілдетуге болады. Так, бірінші күшті боламыз. 1,1 10-ның минус 8 дәрежесі. Ауданымыз берілген 20
минус 6 дәрежесіне метр квадрат. Так, бұл тең болады 22 оның 2 дәрежесіне ньютон. Шықты. Енді салыстырмалы ұзару эпсилон наға тең. Бұл деген сөз тағы бір өзінің формасы бар. Эпсилонның дельта L бөлінген L нолевой. Дельта L дегеніміз салыстырмалы ұзаруымыз бастапқы соңғы ұзару мен бастапқы ұзарудың айырымына тең. Жалпы бізде қай формаға барып қоямыз? Біз мына формаға барып қоямыз. Себебі берілгенде сигма және эпсилон берілгендіктен ұзындыққа мән бермейміз. Осы арқылы шығара саламыз. Кейбір есептерде қолданбайтын шамалар беріледі, сонда аңғара отырып шығаруға болады есептің бәрін. Так, 10-8 дәрежесі бөлеміз 100 көбейтілген 10-9 дәрежесіне. Бұл тең болады 1,1 10-3 дәрежесі, немесе бұны жауабын шығаратын болсақ 10-3 дәрежесіне деп алсақ та болады. Міне формуламыз жауабымен шықты бұл есебіміз. Енді төртінші есебіміз. Так, берілгені күш берілген 100 ньютон. Бастапқы ұзындығымыз 5 метр. Аудан 2,5 миллиметр квадрат. Дельта L 1 миллиметр берілген. Табу керек сигманы және ионық модулін. ХБЖ 2,5 10-6 дәрежесіне метр квадрат. Мынамыз 1 көбейту 10-3 дәрежесіне метрге тең. Шешуі. Бұл жерде біз дайын форманы қолданамыз. Бір бастапқы сигма тең күштің ауданға қатынасында. Сосын сигманы таба саламыз. 100 бөлеміз 2,5 10-6 дәрежесіне. Бұлымыз тең болады. Жалпы 40 10-6 дәрежесіне ньютон бөлінген метр квадрат. Ал енді сигмада бізде мынандай формамыз бар. Сигма E дельта L нолевой. Осыдан ені табамыз. Ені табатын болсақ, сигма L нолевой бөлеміз дельта L-ға. Енді мәндерін қоямыз. E тең болады. Сигмамыз 40 көбейтілген 10-6 дәрежесінде. Көбейтеміз L нолевойымыз неге тең болады? L нолевойымыз 5-ке тең. Дельта L-ымыз 1 көбейтілген 10-3 дәрежесіне тең. Бұл тең болады 200 көбейтілген 10-6 дәрежесі. Мына -3 дәреже плюс 3 болып шығады. Ал мына сонда 200 көбейту 9 дәрежесінде. Міне. Жауабына шықты. Енді 5-ші есебіміз. L нолевой 5 метр. F дельта L берілген. Сигма шекті мәні берілген. Ионық модулі 129 дәрежесінде. Табу керек ауданды және сигманы. Ұзындығы мен мыс өзекке жүктеме түсірілгенде ол миллиметр созылатын болса дейді. Бұл мына ионық мыстың ионық модулі өзек қандай
кернеуді көтере алады ма дейді. Өзек массасын ескермеңдер дейді. Оның беріктік шегі берілген, және біз ол жерден сонымен қатар ауданды да табуымыз керек екен. Так, шешуі. Бұлжыған алдырмаймыз. Төл мен барлық халықаралық бірліктер жүйесіне көз жеткіздік. Енді біздің формуламыз бар, білесіздер оны. Жаңа алдыңғы есепте өтілген. Так, сигманың орнына F бөлінген есті апарып қоямын. Осыдан ес табатын болсақ, F L нөлемі бөлінген E дельта L болады. Мәндерін апарып қоямыз. 480. L нөлеміміз 5-ке тең. Ионың модулі 9 дәреже. Дельта L-ымыз 1 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Бұл тең болады. Жалпы мәні 2 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесіне метр квадрат болады. Ал енді сигманы табатын болатын болсақ, F бөлінген S. Бұдан F дегеніміз 480. Ауданымыз 2 10-ның минус 5 дәрежесі. Бұл 240 10-ның 5 дәрежесіне тең. Бұл тең болады 2,4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесіне ньютон бөлінген метр квадрат. Сигма тапқан сигмамыз біздің берілген беріктік шегі бар мыстың содан үлкен болып тұр. Яғни мән қоятын болсақ 2,4 10-ның 7 дәрежесі, беріктік шегі 2,2 10-ның 8 дәрежесі. Яғни мынау мәніміз, табылған мәніміз беріктік шегінен кіші болып тұр. Сол себептен де шекті мәнінен кіші болғандықтан, шекті мәнінен кіші болғандықтан, жазып қоя салайын. Жіп үзілмейді. Міне жауабы. Бұна табылған сигмамыз мынандай бұл беріктік шегінен кіші болғандықтан жіп үзілмейді екен. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Ары қарай есебімізді келесі сабақта жалғастырамыз.